Қарағанды және Астана қалаларынан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автокөлік шығады. Қарағанды қаласынан Mercedes маркалы автокөлік 40 км/сағат жылдамдықпен, ал Астанадан 1 сағат кешігіп 50 км/сағат жылдамдықпен Toyota маркалы автокөлігі шығады. Қалалардың арасы 220 км болса, автокөліктер қанша сағаттан кейін кездеседі? Уақытын табу керек. Бұл есепті шығару үшін біздер алдымен мынандай кесте құрамыз. Кесте бізде жылдамдық, уақыт және қашықтық деп бөлінеді. Mercedes және Toyota автокөліктерінің белгілерін қазір толтырамыз. Берілгендерін. Mercedes автокөлігінің жылдамдығы бізде 40 км/сағатында берілген. Toyota автокөлігінің жылдамдығы 50 км/сағатына. Енді уақыты бізде белгісіз, сондықтан уақытын біздер X деп алып, X сағат жүрсін, Mercedes автокөлігі X сағат жүрсін деп алып, Toyota автокөлігі 1 сағат бізде кешікті, сондықтан Mercedes автокөлігінен 1 сағат кем, аз жүреді, сондықтан X азайтылған 1 сағат деп аламыз. Енді бұл жерде біздер мынандай формуланы қолданамыз. S, яғни қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни Mercedes автокөлігінің жүрген жолын табу үшін 40 км/сағатты X сағатына уақытына көбейтеміз. Сонда бізде шығады 40 көбейтілген X километр, ол Mercedes автокөлігінің жүрген жолы. Toyota'ныкін тура солай табамыз. 50 км/сағат жылдамдықты көбейтеміз X азайтылған 1-ге. Сонда бізде шығады 50 көбейтілген X азайтылған 1. Сонда Mercedes автокөлігінің жүрген жолы мынау жасылмен белгіленген болады. Кездескенге дейінгі жүрген жолы. Toyota автокөлігінің жүрген жолы мынау болады бізде. Сонда екі жолды біздер қоссақ, бізде тұтас мына 220 км екі қаланың арасының қашықтығы шығады. Сонда бізде мынандай теңдеу пайда болады. 40x қосылған 50x азайтылған көбейтілген x азайтылған 1 тең болады 220. Осы теңдеуді шешсек, бізде жауап шығады. Алдымен жақшаны ашамыз. 40x қосылған 50 көбейтілген x, 50-ді 1-ге көбейтсек, 50x азайтылған 50 тең 220 болады. Енді ереже бойынша біздер x-тарды сол жақ қарай жинаймыз, сандарды оң жақ қарай жинаймыз. Сонда 40x қосылған 50x болады, ал минус 50-ді біздер оң жақ қарай өткізсек, 220 қосылған 50 болады. Сонда 40 қосылған 50 бізде болады 90x, ал 220 қосылған 50 270. X-ті табу үшін 270-ті бөлеміз 90-ға, сонда x тең 3. 3 дегеніміз бізде жаңағы Mercedes автокөлігінің жүрген жолы. Яғни жауабы 3 сағаттан соң кездеседі.